Tomi TV. Жабайы жануарлар. Бұл қоян. Қояндардың ұзын құлақтары мен қысқа құйрықтары бар. Олардың түрлі түсті тондары болады. Ақ, сұр, қоңыр және қара. Қояндар орманда, далада, бақшада өмір сүреді. Олар өздеріне ұя жасап тұрады. Қояндарға сәбіз өте пайдалы. Олар өте жылдам. Бұл түлкі. Түлкі жыртқыш жануар. Оның ұзын құйрығы, өткір тістері бар. Түлкілердің тондары қызғылт-сары, қоңыр түсті болады. Олар орманда, далада, тауларда өмір сүреді. Түлкілердің ұялары жер астында болады. Бұл қасқыр. Қасқыр үлкен жыртқыш жануар. Оның ұзын аяқтары, өткір тістері, қалың тондары бар. Оның түсі сұр, қоңыр қара болады. Қасқырлар орманда, далада, тауда топ болып өмір сүреді. Бұл аю. Аю жыртқыш жануар. Аюлардың бірнеше түрі бар. Қоңыр аю, ақ аю және қара аю. Олар көбінесе орманда, тауда, арктикалық аймақтарда өмір сүреді. Олар көбінесе өсімдіктермен, жемістермен, балмен қоректенеді. Бұл кірпі. Кірпі кішкентай, бірақ өте қызықты жануар. Оның денесін қорғайтын көптеген кішкентай тікенектер бар. Олар жәндіктермен, құрттармен, жемістермен қоректенеді. Кірпі қорықса шар сияқты дөңгеленіп алады. Олар табиғатқа өте пайдалы. Бұл бұғы. Бұғы үлкен әдемі жануар. Олар орманда, тауларда, ашық алаңдарда өмір сүреді. Бұғының ұзын аяқтары мен үлкен мүйіздері бар. Олар шөптермен, жапырақтармен, бұталармен қоректенеді. Бұғылар топ-топ болып өмір сүреді. Бұл арыстан. Арыстан табиғаттың ең күшті және әдемі жыртқыштардың бірі. Ол жануарлар патшасы деп аталады, себебі ол күшті және мықты. Арыстандар Африкада, саваннада, ашық алаңдарда өмір сүреді. Бұл керік. Керік Африкада тұратын ең биік жануар. Оның бойы 4,5 метрге дейін жетуі мүмкін. Керіктің мойны ұзын. Бұл оған ағаштың жапырақтарын жеуге көмектеседі. Керіктер көбінесе топ-топ болып өмір сүреді. Олардың терісіне ерекше дақтары бар. Бұл зебра. Зебра Африкада тұратын жануар. Оның ерекшелігі ақ және қара жолақтары. Әр зебраның жолақтары бірдей болғанымен оларды бір-біріне ажыратуға болады. Зебралар шөптермен, жапырақтармен, бұталармен қоректенеді. Олар көбінесе топ-топ болып өмір сүреді. Бұл маймыл. Маймыл өте қызықты және ақылды жануар. Олар тропикалық орманда, саваннада, тауларда өмір сүреді. Маймылдардың көптеген түрлері бар. Олардың бірі үлкен, бірі кішкентай. Маймылдың қолдары мен аяқтары өте икемді. Олар бананды жақсы көреді. Бұл жолбарыс. Жолбарыс ең ірі күшті жыртқыш жануар. Жолбарыстың денесі ұзын, терісі қызғылт-сары, қара